Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullah. Mына қысқаша арақ жайында айтып өтпекпіз. Құран-ы Кәрімде айтады: Бисмиллахиррахманиррахим. Уа иман келтіргендер, сендерге тігілген тастар, құмар ойындары, арақ харам етілді, сонда да тиылмайсыңдар ма дейді. Пайғамбарымыз айтады, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, бүкіл жаманшылықтың кілті арақ деген екен. Мына үш адам жұмаққа кірмейді деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бірінші арақ ішуші адам, екінші ағайын туысынан безген адам, үшіншісі сиқырға сенген адам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім арақ ішіп дүние салатын болса дейді, ол Әл-Ғутта өзенінен су ішкізеді деген екен Алла тағала. Сонда жаңағы сахабалар сұрайды: Аллахтың елшісі, Әл-Ғутта өзені деген не нәрсе деген кезде, бұл жезөкше әйелдердің жынысынан шығатын су деген екен. Арақ ішіп өлген адамды сонымен сусындатады деген ғой. Соның иісінен бүкіл тозақтағы адамдар қашады деген, сондай сасық иістен дәм татылады дейді. Пайғамбарымыз айтады, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, арақ ішкен кезде дейді, адамды иман тастап шығады дейді, Алла сақтасын. Атаңнан қалған ас емес дейді ғой қазақ атам. Сол сияқты бір әулие кісі болған екен. 50 жыл намазын қаза қылмаған ғой әлгі кісі. Bir күні кешке қарай жатайын деп жатса, бір кісі келіп тұр дейді, есікті қағып. Құдай қонақ едім, бір күн қонып шығуға бола ма деп. Құдай қонақ болсаңыз төрге шығыңыз деп әлгі кісі төрге шығарады. Ол келген кісі дейді, адам кейпіндегі ібіліс еді дейді. Ол әулие кісі білмейді, шайын тамағын береді, бір күн ұйықтайды. Түннің ортасында үйдің иесі оянып кетсе, келген қонағы намаз оқып жатыр дейді. Бұл кісі ойлайды, мына кісі діндар кісі екен ғой, тақуа кісі екен ғой. Не керек, келген қонағы таң атқанша ұйықтамайды. Сонымен тұрғаннан кейін әулие кісі сұрайды, сіз таң атқанша ұйықтаған жоқсыз ғой дейді. Сонда ана келген қонақ айтады, мені күнделікті әдетім осы, күндіз оразамын, түнде құлшылық жасаймын дейді. Содан келген қонақ айтады, енді уағыз айтқан кезде, ібіліс енді ілімді ғой, әулие кісі аузын ашып таң қалады ғой, мынау не деген ғұлама кісі, не деген ғалым адам мынау деп. Содан келген қонақ айтады, әй жүр, қандаратып, бой жазып, қыдырып қайтайық, таза жүртіп деп келген қонақты, келген қонағы әулиені таза жүртіп шығуға шақырады ғой. Мына кісі қуанып кетеді, мына кісінің қасында жүрсем, талай ғибратты әңгімелер тыңдаймын ғой деп. Содан екеуі әңгімелесіп келіп қалады. Соғы бір түстің уақыты, содан келген қонақ айтады, әй, қарны ашты, жүрек жалғап тамақ ішіп алайық деп асханаға кіреді. Асханаға кірсе, бір әдемі келіншек зыр жүгіріп тамақ тасып жүр дейді. Содан тамақ ішіп отырып, келген қонағы 50 грамм шарап алдырады ғой. Сол кезде жаңағы әулие таң қалады, ей, Алла тағала бұны харам етті ғой дейді. Сонда келген қонақ айтады, Алла тағала кешіруші, мен не үшін таң атқанша намаз оқыдым, Алладан кешірім сұрадым дейді, сен де бір 50 грамм тартшы бер дейді. Содан кейін жаңағы, ей, жарайды, осы менен өзге ғұлама кісі ішіп отыр, көрейші осының дәмін деп, әулие кісі жаңағы 50 грамм шарапты тартып алады ғой, ішіп алады, мас болады, мас болғанда есін жоғалтып мас болады ғой. Енді өмірі ішпеген адам оянып кетсе, бағанағы сұлу келіншекті құшақтан кейін ұйықтап жатыр, боларсыз болып қойған, әулие кісі жаңағы келген қонағы жоқ. Сол кезде барып оның ібіліс екенін біледі ғой. Ол келген адам кейпіндегі ібіліс еді дейді негізінде. Содан әлгі әйел бәріне айтып қояды деп, әулие кісі жаңағы әйелді өлтіріп қояды сол жерде. Енді ол әйелдің ата-анасы бар, ағайын туысы бар, бауырлары бар деген сияқты, өлімге өлім деп, әлгі кісіні жаңағы дар ағашына, халықтың ортасына алып шығады, мойнына дар ағашын іледі, жаңағы арқанды. Сол кезде халықтың ортасынан бағанағы ібіліс шықты дейді ғой. Осының бәрін істеткен мен деп айтты дейді. Сені өлімнен де құтқаратын мен болам деп айтты дейді. Енді кімнің өлгісі келеді дейсің, мені қалай құтқарасың деген кезде, маған басыңды ий деп айтты дейді. Мойнымда арқан тұр ғой, қалай ием деген кезде, тіліңмен айт, мен сені өлімнен құтқарам деп айтты дейді. Сонда мен саған басымды идім дегенде, келген жаңағы ібіліс, жаңағы мен сені тағы да алдадым дейді, жоқ болып кетеді. Сонымен дар ағашы ілініп кетеді, ана кісі ана дүниеге кетті, үлкен күнә, зина жасады, некесіз басқа әйелмен жақындасты. Одан да үлкен күнә, адам өлтірді. Ол екеуінен де үлкен күнә, өлерінде Аллах емес, шайтанға басын иіп кетті. Бұның бәрін істеткен не дейді? Арақ дейді. Сол сияқты бір құдайы аста дейді,
жасы 70-тен асқан бір қырма сақал, бір ақсақал молдекенге қайта тиісіп отыр дейді, қырсық сөздермен, қырсық сұрақтар қойып деген сияқты. Содан әлгі кісі айтты дейді, молдекенге тиісіп жатыр дейді. Молдеке деп айтты дейді, астың атасы нан бидайдан шығады, арақ та бидайдан шығады. Сонда арақты харам дегенің, бидайды харам дегенің емес па деп сұрайды. Сол кезде молдекен айтты дейді, аға, сіз анаңыздың ақ сүтін емдіңіз, оның анаңыздың зәрін ішкен жоқсыз ғой деп айтты дейді. Сол сияқты арақ та шіріген бидайдың зәрі ғой деп айтты дейді. Сол сияқты арақтан аулақ болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.